Келген хабар, егіздерім тірі. Екі баламнан айырылып қалдым. Тірі сияқты көрінетін. Жүрегім солай беле тірі. Қайтыс болды делінген балалардың есімдері кім егіздердің? Арнат Алмат есімді егіз екі ұл болды, босанған болатын. Қай жылы? 2008 жыл. Көзбен көрдіңіз ғой балаларды? Көзбен көрдім. Екеуі дін аман ол кезде. Иә. Дәрігерлер қалай естіртті, не деп айтты? Айтты, балаңыз қайтып қалды деді. Бірінші кім қайтыс болыпты? Екінші босанғаным Алматым қайтыс болды бірінші. Сосын моргке алып кеттік деді баланы. Сізге көріскен жоқ? Көрген жоғым баланы. Алып кетті моргке, мен аңырап қала бердім. Арнат ше? Арнат 7 күннен қайтты деп хабар келді. Жерлемес бұрын мәйітті ашып қарады ма? Қарамаған. Үйіме 6-7 адам сау кете қалды. Роддомның адамдары. Мен милицияға бергеннен кейін уже аналар үйге келе бастады. Екі бала жер басып жүруі мүмкін бе қазір? Балдарым тірі көрінеді негізі. Қайтыс болды делінген екі балаға да ұлттық қор $100 аударған ғой. Ақша аударып тұр. 15 жыл бұрынғы құпия. Ақтөбелік Асылгүл Жүсіпбекова осыдан 15 жыл бұрын бақилық болған балаларының тірі екеніне сенімді. Айтуынша Асылгүл 2008 жылы егіз ұл балаларды босанады. Алайда шақалақтар 7 күннен кейін шетінеп кетіпті. Бірақ таяуда ұлттық қор марқұмдарға $100 аударған. Толығырақ бейнематериалда. Сонымен екі баламнан айырылып қалдым. Жоқ, тірі сияқты көрінетін. Жүрегім солай беле тірі. Асылгүл Жүсіпова осыдан тура 16 жыл бұрын асықта екі ұлды дүниеге әкелген. Қуанышы жер көкке сыймаған келіншек ол күндерді ерекше сағынышпен, әрі үлкен өкінішпен еске алады. Себебі жарық дүниеге уақытынан ерте келген егіздердің денсаулығы небәрі 7 күннен соң сыр беріп, бірінен соң бірі шетінеп кетіпті. Тірісінде қос ұлын құшағына басып үлгермеген ана түрлі түс көріп, әлденені жүрегім сезді дейді. Түсімде балам қайтқаннан кейін айтып жүріп бір үлкен киінген, ақ киінген кісі балаңды іздесейші, балаң тірі ғой деген сұрақтар қойып жүрді. Неге іздемейсің, тірі балаңды. Сосын может айттым, жан-жағыма жұмыстастарыма да айтып жүрдім. Маған сондай күнде келеді бір үлкен кісі келіп айтып жүр түсімде деп едім. Сен баланы ойлай бересің, содан болар деп сөйдеді. Алайда көргенім жай түс емес, аянға айналды дейді Асылгүл. Себебі 16 жыл бұрын жер қойнауына тапсырылған егіздердің атына жақында есепшот ашылып, ұлттық қордан ақша бөлінген. Шығып тұрды маған данные бір баламның. Сосын мына баламдікінде қарайыншы осы деп қарап қалсам, екеуіне де ақша түсіп тұр. Асылгүлдің күдігін үдеткен тағы бір жайт бар. Айтуынша қос перзентін мәйітханадан алып олаға апарғанда бет әлпеттерін жан баласы көрмепті. Бұл дәрігерлердің талабы болған көрінеді. 3 күн өмір сүрді. Содан кейін 3-ші күннен кейін балаңыз қайтты деп маған айтты. Оның ауырып жатқанын, қиналып не істеп жатқанын ешқандай ештеңе көрген жоқпын. Қайтты деді. Содан соң моргке алып кетті деді баланы. Одан сол жақта моргте экспертиз істейді деді. Ол неден пайда болғанын білуіміз керек деді. Содан кейін жаңағы күйеуім оны Шұбарқұдық моргтен алып Шұбарқұдық елді мекенінен боламыз, жолдасым. Сол жаққа апарып жерледі баланы. Ол бет әлпетін ештеңесін көрмеген, қараған жоқпын, баланы ашпа деп айтты дейді врачтар. 16 жыл бұрын шетінеп кеткен егіздер тірі ме? Ананың түсі өніне айналып, қос баласын құшағына басала ма? Әлде бұл жүйеден кеткен қате ме? Көреміз. Көкейдегі сан сұраққа жауап алу үшін